Сәлем достар, бүгін үй жағдайында жент дайындайтын боламыз. Ол женттеріңіз әдемі болып шығу үшін видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп өтіңіздер. Осындай әдемі дәмді жент дайындау үшін бізге қажет әрине негізгі өнім талқан. Талқан, май, мед деген сияқты. Мен 200 грамм маргаринді осылай жібітіп аласыздар, яғни бір жай баяу отта қайнатып аласыздар. Сосын оның үстіне 200 грамм мед саласыздар. Мед салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Екеуі біркелкі болғанша, яғни бірігіп кеткенше. Отты баяуға қойыңыздар міндетті түрде. От қатты болса күйіп те кетеді. Сондықтан осылай жақсылап араластырып, медімізбен маргаринді жақсылап өстіп біркелкі болғанша бұлғап тұрамыз. Сосын менде талқан, енді базардан алғасын, ол шекері болады. Олардың кейде шекері өте көп болып кетеді. Сондықтан негізі 200 медқа 200 грамм шекер салу керек, бірақ мен 100 грамм шекер салам, яғни ол 100 грамм жобамен шай кесемен бір кесе көлемінде болады. Осылай үшеуін жақсылап араластырамыз, яғни шамалы қайнағанша. Бұлғап тұрмасаңыздар, астына тұнып қалады, сосын күйе бастайды. Міндетті түрде бұлғап тұрыңыздар. 5 минуттай уақыттарыңыз кетеді. Міне осылай бұрқылдап қайнай бастаған кезде уже біз оттан түсіріп талқан салуды бастаймыз. Яғни талқан бұған менде 2 банка. 2 банка дегеніміз бізде жартылық банкымен 2 банка талқан кетеді. Енді осылай салып отырып бұлғап жағдайына қарайсыздар. Қатты талқаны көп болып кетсе, ол кезде кебіртек болып кетеді, ал аз болса майлы болып кетеді. Сондықтан біркелкі болғанша салғандарыңыз дұрыс. Осылай салып қасықпен араластырамыз, себебі өздеріңіз көргенде қайнап тұрған май, мед болғасын. Міне осылай араластыра отырып, уже жобасын қарайсыздар. Менде әлі майлы болып тұр, талқан салу қажет деп ойлаймын. Үстіне тағы да талқан салғанды жөн көрдім. Кішкене бір кесе, орта кеседей артық кем салу керек болады. Осы соңғы процесін мұқият қараңыздар, себебі еңбектеріңіз зая кетуі мүмкін. Қатты кебіртек болып кетсе де онша болмай қалады, яғни бірікпей қалады. Майлы болып кетсе де жегенде кішкене жағымсыз болады. Осылай қолмен тексеріп көрсеңіздер де болады. Міне әдемі бірігіп тұр. Осылай осы жерден талқан салу тоқтатып пакеттерге саламыз. Пакеттерге салып суығаннан кейін бір сағат көлемінде морозилкаға салып қойып, содан кейін столға, яғни шайға қоюға болады. Осылай бөліп пакеттерге саламыз. Дәмі енді айта алмаймын. Осылай оқтаумен немесе қолмен формасын келтірсеңіздер де болады. Негізі арнайы формада болады. Менде болмағасын осылай пакетке салдым. Кесіп қоюға да болады. Дәмі енді ерекше. Өзім бірінші жасап тұрмын. Жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Дәмі ерекше, күшті болып шығады.